достар, Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы аясында кітапханамызда «Әкемнің қолынан бәрі келеді» атты облыстық әлеуметтік жоба шеңберінде «Супер Әке, Супер Папа» шығармашылық бейне жұмыстарының онлайн байқауы өткен болатын. Міне бүгін сол байқаудың қорытындысын жариялауға біз дайынбыз. Байқаудың қорытындысын шығару үшін қазылар алқасы жұмыс істеді. Байқауға Отаева Баян Қуанышқызы, мен осы кітапхананың басшысы және келесі адамдар қазылық жасады. Жетпісбаева Әсел Отарбековна, Қарағанды индустриальная Қарағанды газетінің корреспонденті, Кокшинский Иван Николаевич, 31-ші каналдың бейне операторы, бейне түсірілім бойынша оқытушы, әлеуметтік роликтердің авторы және режиссері, және Тишпаев Ерлан Мұратұлы, Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасының инженер жүйе технигі, сонымен қатар Әбдіғалым Ерболат Сағатұлы, Абай атындағы Қарағанды облысының балалар кітапханасының библиографы қазылық жасаған болатын. Жалпы бұл конкурстың мақсаты жас жеткіншекте үйлесімді рухани адамгершілік тұлғаны айтуға рұқсат етіңіздер. Менің номинациясы бойынша мектеп жасына дейінгі балалар, 3-5 жастағы балалар, Сачава София, Бұқар Жырау ауданы Шешенқара ауылы. Бастауыш мектеп жасындағы балалар, 6-11 жастағы. Боранқұл Ділназ, Шет ауданы Ағадыр кенті. Орта және жоғары мектеп жасындағы балалар 12-15 жас. Есенгелдиева Аяулым, Қаражал қаласы, Жайрем кенті, номері 30-ші мектептің 7-ші Б сынып оқушысы. Сонымен қатар біздің қазылар алқасы ерекше деген жұмыстарды да атап өтті. Ол жұмыстарды атап өтсек, Әбілсәйіт Ермұхан, Қарағанды қаласы 6 жастағы біздің оқырманымыз, және Есов Нұралы, Қарқаралы қаласы номер 2-ші мектептің 5-ші сынып оқушысы. Көрермендер көзайымы, яғни приз зрительских симпатий вручается Амангелді Азиз, ученику 6-й школы 3-го А класса города Қарағанды. Жалпы Азиздің жинаған қаралым саны 4056 және 1864 үліпіл жинаған. Құттықтаймыз, Азиз. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және де жарысқа қатысушылар. Міне бүгінгі жарыстың қорытынды кеші
осы қорытынды кешінде көптеген номинациялар болды. Жарысқа қатысушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де осындай әкелеріңіз, ата-аналарыңыз аман болсын. Енді екі номинация бойынша айтып кетейін. Бірінші номинация біздің отбасымыздағы ерлер дәстүрі номинациясы бойынша 3 қатысушыға жеңімпаз бердік, жас ерекшеліктеріне байланысты. Ең бірінші, мектеп жасына дейінгі балалар 3 пен 5 жас аралығында Саран қаласы Колокольчик балабақшасының тәрбиеленушісі Пархамей Артем. Екінші кезекте, бастауыш мектеп жасындағы балалар, яғни 6 және 11 жас аралығында Теміртау қаласы нөмірі 5-ші қазақ мектебі 3-ші А сынып оқушысы Сапарғалиев Санжар. Орта және жоғарғы мектеп жасындағы балалар, яғни 12 және 15 жас аралығында. Шет ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысы Мұратов Ақан. Құттықтаймыз. Және де тағы бір номинациямыз біздің көп балалы отбасымыз. Бастауыш және мектеп жасындағы балалар арасында 6 және 11 жас арасындағы бұл номинацияның жеңімпазы Әл-Фараби атындағы мектеп гимназиясының 3-ші Ә және де 4-ші Ғ сынып оқушылары Сағынбек Сағида, Сағынбек Аяру, яғни Сағынбектер отбасы жеңді. Құрметті достар, сайысқа қатысушы, сайыстың жеңімпаздары дипломдармен марапатталады және бағалы сыйлықтар, көріп отырғандарыңыздай бағалы сыйлықтармен марапатталады. Сыйлықтардың барлығы сіздерге жеткізіледі. Сонымен қатар осы сайысқа дайындаушы тәрбиелеушілер, ұстаздар, кітапханашылар, ата-аналар, сіздерге де біздің алғысымыз шексіз, және сіздерге кітапхана ұжымының атынан алғыс хат табысталады.